Бүгін сіздермен бірге Қалам сүресінің бірнеше аятына тоқталып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға меккелік кезеңде өте үлкен жәбір, зиян берген Уалид ибн Муғираның оқиғасын бөлісеміз. Алхамдулиллахи роббил аламин, уассалату вассаламу аля расул Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, құрметті бауырлар. Алланың сіздерге есендік амандығы болсын. Біз сіздермен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін насихаттау мақсатында Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қалайша қорғаған, және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізген, Алла елшісіне өзінің тырнақтарын батырған кісілердің соңы қандай болған, сол жайлы Құранның кейбір сүрелерімен және аяттармен бөліскіміз келіп отыр. Егер біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның меккелік кезеңіне мән беретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы меккелік кезеңде өте көп қиыншылыққа тап болады. Және өзі туып өскен жері Меккенің халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кішкентай кезінен танитын адамдар Алла елшісі осы пайғамбарлық миссиясын, пайғамбарлық міндетін арқалап келген кезде Алла елшісіне өте көптеген кедергілер істеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ислам дінін ашық, еркін насихаттауына барынша тосқауыл істеуге тырысты. Солардың бірі Меккенің көсемдері, Мекке қаласының беделді азаматтарының бірі Уалид ибн Муғира. Алла елшісінің меккелік кезеңде ең көп естіген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең көп тағылған жала ол көбінесе кәһин, яғни сиқыршы, болашақтан хабар беруші, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ақын, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жынды деген атпен көп келемеждеп мазақ еткен болатын. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мазақтаған есімдердің бірі Мәжнун, жынды деген есім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұл сөзді Меккенің халқы өте көп айтқан. Тіпті көп айтқан соншалық қасиетті Құранға да осы сөз енген. Алла тағала қасиетті Құранның Қалам сүресінде былай деп бастайды: Нун уал қалами ва ма ястурун. Ома анта би ниъмати раббика би мәжнун. Ей Мұхаммед, Раббыңның саған берген нығметімен сен жынды емессің. Осы жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берілген нығмет, құрметті бауырлар, ол пайғамбарлық. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әрбір нығметен жеке-жеке тоқталсақ та, сол нығметтердің ішінде ең үлкені сөзсіз пайғамбарлық. Өйткені бұл нығметті Алла тағала ерекше құлдарына нәсіп етеді. Және ерекше құлдардың ішінде ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға беру ол сөзсіз үлкен дәреже және ерекше құрметтің көрінісі болып есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала осы құрмет берген. Алла тағала ары қарай баяндайды: Ва инна лака ла ажран гайру мамнун. Ей Мұхаммед, саған сөзсіз үлкен нығметтер беріледі. Және саған берілетін нығметтер ол үзілмейді, толаусыз келе беретін нығметтерге сен бөленесің. Және Алла тағала осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Меккеде болған кезеңінің, әсіресе осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға меккелік кезеңде өте көп зиянға ұшыраса дағы, бірақ өзі қайтадан Меккеге хижреттің 8-ші жылы фатх еткен кезде және басқа да мүмкіндіктер орын алған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп жағдайда адамдарға кеңшілік, мейірімділік танытқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мүмкіндік келген кезде кегін алып, өзіне зиян берген кісілерге зиян беруге тырысқан емес. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезін Алла тағала Құранда былай баяндайды: Ва иннака лағала хулуқин азим. Шын мәнінде сен көркем мінезге иесің. Және мән беріп қарасаңыздар, құрметті бауырлар, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баяндағанда иннака лағала хулуқин азим. Ей Мұхаммед, шын мәнінде сен көркем мінезге иесің деп айтты. Және араб тілінің құрылымында иннака деген мағынасы шын мәнінде бұл күшейтуді білдіреді. Лағала бұл қайтадан күшейтуді білдіреді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінезі Айша анамыз айтпақшы Құран сияқты болған. Яғни Құранда не нәрсеге мінет деген болса,
көркем мінездің қандай үлгісі болса, соның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бойында болған. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша мақтайды. Бір арабтың айтқан бір сөзі бар, ақынның айтқан сөзі. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезіне қатысты: егер Аллахтың өзі бүкіл мақтау тек қана өзіне ғана лайық болған Аллахтың өзі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мақтау айтатын болса, онда өзгелердің мақтауына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұқтаж емес қой деп. Қарасаңыздар, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көркем мінездігін, Алла елшісінің ерекшелігін осылайша көркемдеп дәрежесін көтеріп айтқан болатын. Ары қарай Алла тағала осы Қалам сүресінен бірнеше аяттар алып келіп, негізгі біздің көңіл бөлгіміз келетін аят, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізген әлгі Валид ибн Муғираға қатысты. Фәлә тутиғал муказзибин. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сондай өтірішілерге сен бойсұнба. Өйткені Меккенің халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тура жолынан қайтару үшін әр түрлі әрекет істеген. Солардың бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: ей Мұхаммед, біз өзара келісейік, бір жыл сенің құдайыңа біз табынайық, бір жыл сен біздің құдайымызға табын деген сияқты өте көптеген ұсыныстармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дағуатына қарсы шығуға тырысқан. Бірақ Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ол Мекке халқын қандай ұсыныс жасаса да ақиқатта бекем бол, әртүрлі нәрсеге алданба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға олармен келісімге келуге қайтарады. Және Алла тағала осы аяттың алдында былай деп айтады: «Вадду ла tudhina fayudhinun». Оларға дейді, егер сен бір келісіп, бір жеңілдік танытып, бір әлсіздік көрсететін болсаң, олар келеді, сол әлсіздігін одан сайын үлкейтіп, сенің алып келген тура жолын адастыруы мүмкін. Немесе сен әкелген шариғатыңды барынша тосуға әрекет істейді. Сол себепті оларға бойсұнба деп Алла тағала үзілді-кесілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ондай әрекеттен бас тартуға шақырады. Және оған міндеттейді: «Фәлә тутиғал муказзибин». Ей Мұхаммед, өтірішілерге бойсұнба. «Вадду ла tudhina fayudhinun». Оларға бір жеңілдік танытатын болсаң, бір жұмсақ танытатын болсаң, ары қарай олар сені сол жұмсақтан пайдаланып, саған соққылар беріп, ары қарай әлсірете беретін тұстардан олар қайтпайды деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескертіп жатыр. Ары қарай Алла тағала қазір бірнеше сипаттар айтады. Сол сипаттардың бәрі көпшілік тәпсірші ғалымдардың айтуы бойынша осы Валид ибн Муғираға қатысты. Алла тағала былай деп баяндайды: «Уәлә тути' кулла халлафин махин». Кей адамдар өзінің сөзі өтпегеннен кейін көп ант ішу арқылы сөзін қуаттағысы келеді. Араб тілінде ондай көп ант іше беретін адамдарды халлаф деп атайды. Махин деген сөз ешқандай қоғамда, үйінде абыройлы жоқ адамға айтады. Енді Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр: «Уәлә тути' кулла халлафин махин». Солай бос ант іше беретін және ешқандай сый құрмет жоқ адаммен келіспе. Хаммазин машай минамин. Және оның тағы ерекшелігі хаммаз, ол баршамызға белгілі Хумаза сүресі бар. Сол Хумаза сүресінде де осыларға қатысты айтылады. Бұл тілмен істелетін күнәлар. Хаммаз деген сөз мағынасы өсек айтушы. Намим де бұл да өсек айтушы. Кейбір ғалымдар екеуінің арасында айырмашылығы адамдардың бетіне жамандаушы, кейбір артынан жамандаушы деген сөздер айтады. Хумаза мен Lumазаның арасындағы айырмашылық осылай түсіндіреді. Әйтсе дағы адамдарға жаман сөз сөйлейтін адамдарды араб тілінде хаммаз дейді. Сол Валид ибн Муғираның тағы бір сипаты хаммаз, яғни адамдарға жаман сөз айтушы. Намим бұл араб тілінде өсек деген сөз, намима. Адамдардың арасындағы дұшпандық тудырту үшін бір адамның сөзін келесі адамға тасуды араб тілінде намима өсек дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистен бірінде ла ядхул жаннат наммам, яғни өсек айтушы адам жәннатқа кірмейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсек айтудан түбегейлі тыйған. Өсек негізінде шариғатпен анықтамасы екі адамның арасында дұшпандық ұялату мақсатында бір-бірін сөзін тасуды шариғатымызда өсек деп атайды. Осы сипат Валид ибн Муғирада болады. Алла тағала ары қарай ол кісінің осы айыптарын ашып жатыр. Хаммази машаби намим, яғни өсек тасып жүретін адам деп. Алла тағала ары қарай оның кемшіліктерін жалғастырады. Маннағун лил хойри муътадин асим. Маннағун лил хойри, бұл Валид ибн Муғира өзі жақсылық істемегеннен бөлек, яғни өзі мүлдем жақсылық істемейді. Сонымен қатар адамдар жақсылық істейін десе, жақсылығынан тосады. Кейбір кісілер болады, өздері жақсылық істемеуі мүмкін,
өзгелердің жақсылық істеп жатқанда көре алмай, солардың тосудың жолдарын, әрекеттерін істейтін кісілер болады. Сондай сипат осы Уалид ибн Муғирада болған. Мәнна, яғни тосушы, неден лхойри, және адамдар жақсылықтан тосушы, мұқтаден әсем, яғни шектен шығушы. Мұқтаден әсем дегеніміз, адам ол біреуге зиянын беретін болса, біреуге тырнағын батыратын болса, біреудің хақысына кіретін болса, тида, яғни хақларын өтіп кетті, біреуге зиян берді деген мағынада. Уалид ибн Муғираның сипаты, құрметті бауырлар, жақсылық істеуден тосады және өзгелерге бұл кісі зиян келтіретін адам болған. Алла тағала осы кісінің бірнеше сипатын айтып келе жатып, ең соңғы сипаттарын былай деп қорытындылайды. Удулин бa'да залика заним. Удул, көпшілік тәпсірші ғалымдардың пікірінше, удул деген сөздің мағынасы жүрегінің қаттылығы меңзеледі. Егер адам жүрегі қатып қалған болса, бір жүрегі елжіреп, біреуге бір жақсылық істейін деген сияқты әрекет істемейтін болса, ондай адамды араб тілінде удул деп атайды. Орысша керезен черстский деп жатады. Қазақша мағынасы жүрегі қатты адам. Енді заним деген сөз осы Уалид ибн Муғираның ең үлкен айыптарының бірі. Алла тағала айтады: "Утулин бa'да залика заним". Осы заним деген сөз мағынасына тәпсірші ғалымдар былай деп түсіндіреді. Араб тілінде заним деген сөз ол зинадан туылған бала деген мағынаны білдіреді. Немесе тегі белгісіз адамға араб тілінде заним деп атайды. Қарасаңыздар, егер біз бір-бірден санайтын болсақ, Уалид ибн Муғираның Алла тағала осы жерге дейін 9 айыбын ашады. Және ең соңғы айыбы осы заним деген сөз. Заним деген мағынасы айтқанымыздай зинадан туылған бала немесе тегі белгісіз адам деген мағыналарға сай келеді. Тәпсірші ғалымдардың айтуы бойынша, осы аят түскен кезде Уалид ибн Муғира өзінің анасына барады. Мен Мұхаммедке осындай сөздер айттым, кейіннен Мұхаммедтің раббысы осындай аяттар түсірді. Ол жерде сипаттарға қарайтын болсам, ол жердегі сипаттардың бәріне келсем, яғни 9 сипатқа келсем, бірақ 10-шы сипат келген кезде мен ойланып қалдым дейді. Тексіз деген сөзге. Менің тегім қандай, маған шындықты айтыңыз деп, Уалид ибн Муғира анасына келеді. Сол кезде анасы осы сәт орын алған кезде шындықты айтуға тура келеді. Ол кісі былай деп айтады: "Ей балам, сенің әкең белсіз адам еді, яғни бала көтеруге жағдай жоқ кісі еді. Сөйтіп мен барып, сонау бір алыс жерде тұратын қой бағатын кісімен ойнастық істеп, содан сені көтеріп келіп, әкеңе сенің балаң деп айтқан едім" деп анасы сол кезде шындықты айтады дейді. Және Уалид ибн Муғира осыны шындықты айтқызу үшін соншалықты ашуланғандығы, соншалықты намысына тигендігі, кім өзінің анасына келіп: "Ей анашым, егер маған шындықты айтпасаңыз, мен сіздің қазір мойныңызды кесіп аламын" деген сияқты сөздерді айтқан. Бұл бір көзқарас бойынша Уалид ибн Муғираның анасы осылайша күнә істеп тапқан бала. Екінші көзқарас бойынша Уалид ибн Муғираның әкесі ұзақ уақытқа дейін баласы жүреді. Кейіннен ол кісі барып, әлгі қойшының баласын ертіп келіп, "Мынау менің балам" деп осылайша сөз айтады. Кейіннен осы әңгіме таралмай жасырын жүреді. Тіпті осылайша сырттан келген адам екенін Уалид ибн Муғираның өзі білмейді. Бірақ Уалид ибн Муғира пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір рет тіл тигіземін деп, Алла тағала ол кісінің осындай үлкен айыптарын ашты дейді. Тәпсірші ғалымдар осы аятқа қатысты Ибн Аббастың сөзін кетіреді. Біз ешқандай адамның Алла тағала үлкен қылып айып ашқан білмейміз, осы Уалид ибн Муғирадан басқа. Өйткені бұндай үлкен қылып айыпты ашуды ешқандай адамда тіркелген емес, Алла тағала ешкімнің айыбын ашқан емес, бірақ осы Уалид ибн Муғираның айыбын Алла тағала ашып қойды. Сол жерде кері ғалымдар айтады: "Қараңыздаршы" дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір рет тіл тигіземін деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келе междеймін деп, Уалид ибн Муғираның соңы қандай болды? Және бұл да, құрметті бауырлар, Құран кәрімнің Аллахтан түскен кітабының тағы бір көрінісі. Өйткені бұндай факті, бұндай деректі адамдар қатты жасыруға тырысып, ешкімге айтпай жүрген дүниені Алла тағала білдірмесе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаяқтан білсін? Бұл да, егер ой жүгіріп қарайтын болсақ, өте үлкен мағына жатыр. Соның бірі, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
тіл тигізген адамның айыбын ашатынын көруге болады. Екінші тағы бір көрінісі, бұл Құранның Аллахтан түскендігін тағы бір дәлелі. Себебі бұндай деректерді, бұндай факттарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және сол Меккенің халқын өзі білмейтін еді. Бірақ Алла тағаланың кітабы өзінің елшісін қорғау үшін, өз елшісінің дәрежесін көтеру үшін осылайша қорғап алған болатын. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады, құрметті бауырлар? Имам Насафи рахималлаху тағала айтады, егер мән беріп қарасақ, Уалид ибн Муғира пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір рет тіл тигізем деп, Алла тағала ол кісінің 10 айыбын ашты. Ал енді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір рет тіл тигізетін болса, Алла тағала 10 айыбын ашып қоятын болса, ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салауат айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дәрежесін көтеретін адамдар болса, Алла тағала оларға керісінше істейді. Яғни олардың Алла тағала дәрежесін 10 есе арттыртып қояды. Осы жерден де біз түсінсек болады. Өкінішке орай кейбір кездері біздің қоғамда Алла елшісіне қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға құрмет көрсетілмей, лайықты деңгейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізіп, немесе бір жылдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүсініне мазақ ету сияқты әрекеттер қоғамда орын алған еді. Егер Алла тағаланың кітабына мән беретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зиян еткен адамдардың соңы қандай болғандығын Алла тағала Құранда баяндап қойған. Әлгі Уалид ибн Муғираның айыбын ашқан. Яғни кейбір кезде адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осындай айыбы бар екен, пайғамбар бүйтіпті, пайғамбар сөйтіпті деген сияқты сөздер айтып бір кемшілік іздеуге тырысады. Әлбетте ол кемшілік емес, пайғамбарымыз тағылған кез келген жаланың бір жауабын біледі, ғалымдар кетіріп кеткен, Алла тағаланың кітабы өзі қорғап алады. Бірақ сіздер осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан кемшілік іздеймін деп, Алла елшісіне зиян беремін деп әрекет істейтін болсаңыздар, біліп қойыңыздар, Алла тағала сондай адамның өзінің айыптарын ашып қояды. Өйткені Алла тағала өзін пайғамбарын әрқашанда қорғайды. Ал енді керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкелген сүннетін, тура жолын, ілімін, ғылымын насихаттайтын адамдарды Алла тағала әрқашан дәрежесін көтеріп қояды. Сол себепті таңдау өздеріңізде қай жол таңдасаңыздар да өз еріктеріңіз, бірақ әрбір таңдаған жолдың соңы қандай болатынын өздеріңіз куәсіздер. Сонымен қатар Алла тағала тағы да осы Қалам сүресінде өзінің мұғжизасын көрсетеді. Шын мәнінде Құранның ақиқат кітабының. Бұл түскен аяттар Қалам сүресі, құрметті бауырлар, меккелік аяттар, яғни пайғамбарымыз меккелік кезеңде. Уалид ибн Муғира пайғамбарымыз өте үлкен тіл тигізген еді, және Алла тағала Құранда сәна симуху алал хуртум деп айтады. Біз Уалид ибн Муғираның хуртум, яғни негізінде араб тілінде хуртум деп пілдің мұрнын айтады. Орысша жаңағы хоббит деп жатамыз ғой, соған айтады. Қазақша пілдің мұрны. Енді егер Алла тағала Уалид ибн Муғираның араб тілінде әнф мұрын демей, оны хуртум деп айтты. Әлгі ненің пілдік сияқты қылып. Бұл деген сөз төмендету, салыстыру, мазақ ету деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізген адамды Алла тағала осылайша төмендетеді. Және Алла тағала Құранда баяндайды, сана симуху алал хуртум, біз ол Уалид ибн Муғираның мұрнын кесеміз дейді. Егер түсінікті болсын айтайық, бұл меккелік кезеңде. Және ғалымдарымыз айтады, Құранның бұл да мұғжизасы болашақтың Алла тағала хабар беруі. Өйткені Бәдір соғысында Уалид ибн Муғира жан тапсырады. Және сол кезде ол кісінің денесін көрген кезде Алла тағала қалай Құранда оның мұрнын кесеміз деп уәде етті, Бәдір соғысында да ол кісінің мұрнын кесілген күйде жан тапсырған еді. Ал неге мұрынды айтты? Өйткені араб тілінде мұрын тәкаппарлық көрінісі. Егер адамдар да өздерін бір пайғамбардан жоғары көріп, Алла елшісін келеме деп мұрындарын көтеретін болса, мұрынмен жер сүзсін, мұрынмен жер сүйресіндегі мағыналардың бәрі ол тәкаппарлық жерге түседі деген мағынада. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіл тигізіп тәкаппарлық танытқан Уалид ибн Муғираның соңы осылайша аяқталған болатын. Біріншісі, ол кісі жайлы кез келген қияметке дейінгі кез келген адам қасиет Құранды ашып оқитын болса, сол кісі жайлы оқиды. Және ол кісінің сияқты айыпты Алла тағала ешкімді ашпаған. Ойлаңызшы, қанша адам кеселі жер бетінде сол кісінің айыбын елдің бәрі біле береді. Осындай дін саласында маман болған адамдар болсын, немесе осындай уағыздар естіген кісілер болсын, Уалид ибн Муғираның масқарасы қияметке жалғаса береді. Екіншісі, Алла тағала сана симуху алал хуртум деп, оның мұрнын кесеміз, төмендетеміз деп тағы да Құранда айтып қойған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіл тигізген адамның соңы осындай болады. Сол себепті құрметті бауырлар, әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәрежесін ұқтауға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қадір қасиетін білуге,
тіпті жаратушы иеміз пайғамбарымыздың қадір қасиетін ұлықтап, жаңағы қалам сүресінде айтқан аят болсын, немесе салауат айтуға бұйырған аят болсын, бәрінде алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін ұлықтайды. Көпшілігіміз жатқа білетін Духа сүресінің өзінде Мұхаммед, біз сенің есіміңді көтеріп ұлық етті деген аятты баршамыз күнделікті оқып жүрік. Сол алла тағала өзі ұлықтаған пайғамбарды неге біз бен сіздер ұлықтамасқа? Алла тағала баршамызға пайғамбарға деген махаббатты бас қосуын нәсіп етсін. Әрқашанда пайғамбарымыз салсын қорғайтын, алла елшісінің хақысын білетін мұсылмандардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Ахир дауана инальхамдулиллахи раббил алямин. Бір салауат 10 күнәнің өшірен себепкер. Бір салауат 10 жақсылықтың жазылуына себепкер. Бір салауат күллі құлшылықтан артық. Ислам тарихында көптеген адамдар бастарынан түскен қиыншылықтан арылу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтатын болған. Мейлі дерттерден шипа іздесін, немесе қысқан қарыздан құтылу үшін үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айту арқылы осы қиыншылықтың бәрінен арылған. Осы орайда халқымыздың ыстық ықыласынан пайда болған ислам тарихындағы ұлы ғалымдардың бірі имам Жазули рахималлаху тағаланың Дәләл-ул Хойрат кітабын төл-тілімізге аударып, сырға толы салауат деген есіммен сіздерге ұсынғанбыз. Бұл кітап ислам тарихында Құраннан кейінгі ең көп таралған кітаптардың бірі. Ілгеріде мұсылмандардың әрқайсысының үйінде қасиетті Құран кітабының қасында осы Дәләл-ул Хойрат кітабы да орын алған. Себебі мұсылмандар ғасырлар бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтуды шет қалдырған емес. Бұл кітапты қазақ халқына бейімдеп, салауат айтуды бір ізгілікке, әдетке ендіру үшін біз 21 күнге бөліп қарастырдық. Кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтудан бөлек Алла елшісінің кесін келбеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекшелігі және Алла елшісінің абзалдығы қатар енгізілген. Бұл кітапты оқу арқылы сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деген махаббаттарыңызды арттырып, және Алла елшісіне салауат айтуды бір ізгілікке қояды деп сенеміз. Кітап жайлы толық ақпарат үшін көрсетілген нөмерге хабарласыңыздар.